Сәлем достар, бұл бізде экостарт бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қалдықтарды сұрыптау және қайта өңдеу мәдениеті. Балалардың табиғатты қорғау, қалдықтарды сұрыптау және қоршаған ортаға қамқорлық жасауы балабақшадан бастау алады. Бүгін бізде қонақта Жансая Бөбекжай бақшасының бүлдіршіндері мен тәрбиешісі Сәлембаева Айнұр Аманқұлқызы. Сәлеметсіздер, мен жайғасыңыздар. Сәлеметсіз. Қане балалар, сендермен танысып отырайық. Есімдеріңді кезекпен-кезек айта қойыңдар. Афина, Пирасов, İnci, Şekerli, Milek. Керемет, есімдерің өте әдемі екен. Айнұр ханым, сіздердің жасаған жұмыстарыңыз әлеуметтік желіде 10 000 қаралым жинапты. Бұл деген үлкен көрсеткіш. Жалпы айтыңызшы, экология тақырыбында балабақшада жұмыстар қалай жүргізіледі? Бізде балабақшада балалардың өзіндік күн тәртібі бар. Сол күн тәртібінің ішінде сол күні бойы біз балаларды жан-жақты дамытып отырамыз. Осы күн тәртіпте бізде оқу әрекеті болады, серуен болады, әртүрлі дербес әрекеттер болады. Осы әрекеттерде осы табиғатты қорғау, экологиялық тақырыптар бойынша жүзеге асырылады. Әрине бұл кездерде, қазір соңғы кездері экологиялық тәрбие басты назарда болып отыр. Соған орай бізде шығармашылық жұмыстарымызды осы қалдық заттарды жүзеге асыру болып табылады. Балаларға, осы кішкентай балаларға осы қалдық заттардың өзі де іске асатын бір үлкен дүние жасауға болатынын түсіндіреміз. Міне соның айғағы ретінде біздің бір кездегі жасаған жұмыстарымызды сіздерге көрсетуге алып келдік. Олай болса, экранға назар аударайық. Алинұр, сен не жасадың? Стакан. Оны неден жасадың? Бакачкадан жасадым. Жарайсың. Мелек, сен не жасадың? Кода. Оны қалай жасадың? Неден жасадың? Акрашкадан. Өте әдемі болыпты. Балалар, айтыңдаршы, мына стол сендерге не үшін қажет? Бәрін қоюшы қажет. Тағы да не істейміз балалар? Ол жақта не істейсіңдер сендер? Сурет жазамыз. Сурет жазамыз. Жарайсыңдар. Мынау шетте тұрған не нәрсе? Бұл бізде аяқ киім қоятын сөре. Біз жазғы кезде қазір далада көп ойнаймыз, далада біздің өзінің ойын алаңымыз бар. Сол жерде балалардың аяқ киімдерін ретіме қойып қоюға жасалған нәрсе. Бұл арнайы жаңағы қалдық ящиктерден жасалған жәшіктерден. Соларды бір-бірге бекіту арқылы жасалған. Өте әдемі болып шығыпты. Айнұр ханым, керемет, балалар өте өнерлі екен. Жұмыстары да әдемі. Әрбір кішкентай қадамның артында өзі үлкен өзгеріске бастайды. Біз балалардың табиғатты сүйіп, оны қорғауға тәрбиеленіп жатқанына қуаныштымыз.
Сіздермен болған экостарт бағдарламасы келесі кездескенше сау болыңыздар.